Жақында шетелге саяхатқа шыққалы жатыр едім. Көңіл күй көтеріліп, бәрі әдемі болып тұрған. Содан бір историяны көріп қалам жаңа. Настроение деген нәскиге түсті ғой, короче. Сәлем достар, сіздермен Нұрдос Нью. Жаңағы оқиғаны жалғастырып жіберейін. 2013 жылдың қаңтар айы 21 жастағы канадалық студент қыз Элиза Лам ақш-қа саяхатқа шығады ғой. Ол жалғыз саяхаттауды жақсы көретін және сапары туралы блог жүргізіп отырған. Қаңтардың соңында ол Лос-Анджелестегі әйгілі бір қонақ үйге орналасады. Бұл қонақ үйдің өзі де бұрыннан бір жұмақ оқиғаларымен танымал болған ғой. Мұнда ондаған жыл бойы түрлі қылмыстар мен түсініксіз өлімдер тіркелген екен. Элиза алғашқы күндері ата-анасымен үнемі хабарласып тұрған, бірақ 31 қаңтар күні кенеттен байланыс үзіледі. Қыздың ата-анасы алаңда полицияға хабар береді. Полиция іздеу жұмыстарын жүргізеді. Қонақ үйдің барлық бөлмелері тексеріледі. Дәліздер қаралады, шатыр қаралады, бірақ Элизадан ешқандай із табылмайды ғой. Күндер өте береді. Сосын полиция қонақ үйдегі бақылау камераларының жазбаларын қарай бастайды. Бірнеше күннен кейін олар әлемді таңғалдырған бейнені жариялайды ғой. Лифт камерасына түсіп қалған соңғы кадрлар. Бейнежазбада Элиза лифтке кіреді, бірақ оның әрекеті өте оғаш көрінеді. Алдымен барлық түймелерді босатады, сосын есіктің жабылуын күткендей болады. Кейін дәлізге шығып біреуден жасырынғандай бұрыштарға қарайды. Бірнеше рет ішке, сыртқа кіреді, қолдарын түсініксіз қимылдатады, біреумен сөйлесіп тұрғандай әсер қалдырады ғой. Алайда камерада одан басқа ешкім көрінбейді. Ең қорқыныштысы, лифттің есігі ұзақ уақыт жабылмай тұрады ғой. Бұл видео интернетке тараған соң миллиондаған адам түрлі болжам айта бастайды. Біреулер оны буған дейді, біреу басқалары паранормальный құбылыс болуы мүмкін деп ойлайды. Ал кейбіреулер лифт жанында камера көрмеген адам болған шығар деді. Бірақ нақты дәлел табылған жоқ. Іздеу жұмыстары жалғаса береді. Содан кейін қонақ үй тұрғындары біртүрлі нәрселерге шағымдана бастайды ғой. Су қысымы әлсіреген, судың дәмі өзгерген, кейбіреулер судан жағымсыз иіс шығатынын айтқан. Қызметкерлер мәселені тексеруге шешім қабылдайды. Қонақ үйдің төбесіне көтеріледі, шатырдағы үлкен су резервуарларының бірін ашады. Сол жерде олар қорқынышты жаңалыққа тап болады ғой. Резервуарлардың ішінде Элиза Ламның денесі жатқан еді. Бұл жаңалық бүкіл әлемді дүр сілкіндіреді. Бірақ сұрақтар одан сайын көбейеді ғой. Қыз шатырға қалай шыққан? Резервуардың қақпағы қалай ашқан? Неліктен оны ешкім байқамаған? Неге іздеу кезінде табылмаған? Тіпті кейбір тергеушілердің өзі оқиғаның кейбір тұстары түсініксіз екенін мойындады. Тергеу бірнеше айға созылды. Ақырында мамандар Элизаның психикалық денсаулығына қатысты қиындықтар болған және оқиға жазатайым болуы мүмкін деген қорытындыға келеді. Бірақ көптеген адамдар бұл түсініктеме барлық сұрақтарға жауап бермейді деп есептейді. Бүгінге дейін Элиза Лам оқиғасы интернеттегі ең жұмбақ істердің бірі болып табылады. Әсіресе сол лифттегі соңғы бейне адамдарды әлі күнге дейін таңғалдырады. Өйткені біз оның не үшін қалай әрекет еткенін нақты білмейміз. Ал ең соңғы тірі кезінде түсірілген кадрлар дәл сол бейне болып қалды. Сондықтан бұл оқиға көптеген деректі фильмдерге, кітаптарға, зерттеулерге арқау болды. 10 жылдан астам уақыт өтсе де, Элиза Лам ісі әлемдегі ең қорқынышты әрі ең жұмбақ шынайы оқиғалардың қатарында. Ал достар, шетелге саяхатқа немесе жұмыс барысында шыққан болсаңыздар, міндетті түрде үй ішіңізбен хабарласып отырыңыздар. Себебі өмірде неше түрлі жағдай болады. Осындай Алла сақтасын жағдайларға ешкім тап болмасын. Сіздермен болған Нұрдос Нью. Келесі кездескенше сау болыңыздар.